Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аты сіздің біздің иман бөлігімізде тұр. Әрбір мұсылман адам ла илаха иллалла деуменен мұсылман болмайды. Бәлки Мұхаммад Расулулланы қоспаса, ол жанында міндет түрде екінші бөлімі қосылу керек. Ла илаха иллалланың жанында Мұхаммад Расулулла қосылу керек. Сонда барып ол кісі мұсылман болады. Оған Құран-ы Каримде дәлелі маған бағынған адам Аллаға бағынған деген пайғамбарымыздан келген жаңағыдегі сөздерді Алла тағала өзі риуаят етіп айтады Құранда. Яғни бірінші пайғамбарға бағынған адам Аллаға бағынған болып есептелінетіндігі. Әрбір құлшылық та сол кісінің атымен қабылданатындығына дәлелі бір қази кісі өзінің бір кітабында әдемілеп жазатындығы, қандай бір амал сондай бір сұмдық ықыласпен жасалса да, егер ол амал дұрыс болмаса, ол қабыл емес дейді. Қандай да бір амал дұрыс болса, бірақ ықылассыз жасалса, ол да қабыл емес дейді. Дұрыс дегеніміз ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолы дейді. Ықылас дегеніміз ол Алла тағалаға ықылас дейді. Яғни ла илаха иллалла. Бұлай қарасаңыз, бірінші Аллаға иман болды, сол нәрсеменен бітті деп ойлайды. Кейбір бауырларымыз тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артынан келген хадистердің барлығын жоққа шығарып, ол кісіге бізге шейінгі келген еш нәрсесі жоқ, ортада сонша ғалымдардың, сонша адамдардың еңбегін бәрін далаға шығарып, тек қана Құранға ғана сенейік, ортадағы басқа сөздердің бәріне сенбейміз, Мұхаммед пайғамбар болғанмен оның артынан еш нәрсе қалмаған деп бүтіндей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоққа шығарады. Бұл иманның былай айтқанда түбірін жұлып тастау. Бұл имандылыққа ешқандай сай келмейтін дүние. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны басқа адамның өмірбаянына ұқсамай өте мықты, қанша жағынан да жазылған, тарихи бұрыштан да жазылған, публицистикадан да жазылған, одан бөлек әдеби бөлімінде жазылған, әлі де жазылып та жатыр. Неше түрлі мамандар өз тілінде ақындар да жазып жатыр. Ақынның да ақыны бар. Бір ақын балама сөзді қосып тұрып әспеттеп жазады. Бір кісі тек қана тарихтан шықпайын деп жазады. Қандай ақын болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға арнап өлең жазылған. Солардың мысалы біреу, өте көп мысал айтам, бір кісі сал ауруымен ауырып, екі қол екі аяғынан айырылып құлап жатады. Бір ақын кісі өзі сөйтіп жатып пайғамбарымызға махаббат оянып өлең жазады. Ол кісінің өмірбаянын жазады ғой енді. Қашан туылды, қалай болды, соғысты, өйтті, бүйтті, дүниеден өтті деп бүкіл өмірбаянын жазады да, ат қоймайды. Дастан жазады пайғамбарымызға арнап. Сөйтеді да, ұйықтап атып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсінде көреді. Түсінде көргеннен кейін жүгіріп барып, я Расулалла, мен сізге өлең жаздым, оқып берейінші дейді. Ол кісінің баяғыдан әдет екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп, қандай ақын өлең айтса, сол кісіні сыйсыз қайтармайды екен ше. Дәл сол түсінде де сол уақиға болады. Ол кісі бүкіл жыр дастанын оқып бердім дейді. Оқып бергеннен кейін риза болғаннан маған тонын жауып берді дейді. Содан ояндым дейді. Оянсам, аяғым да, қолым да аман сау дейді. Тұрып жүріп кеткен ғой. Осы кісінің өлеңі салауат өлеңдердің қатарында. Тіпті кейбіреулер осы өлеңді оқып емдейді. Дем салады. Кәдімгі осы салауатты оқып дем салады адамдарға. Кәдімгі жын тиіп, есінен ауып кеткендер, жаңа сал болып аяқ қолынан айырылып қалғандарға пайғамбарымыздың құр өмірбаянын оқып береді, анау кісі орнынан тұрып кете береді. Ойласаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінде сіз бен біздің алатын өнегеміз осы екі дүниелік өнегеміз жатыр.